Assalomu alaykum. O'zbekistondan kelgan bloger edim. Adasib qoldim-da. Sametsiz deb O'rtalikqa deng. Apab tasavasizmi? papam quloq eshitmay so'lay olmaydi. Ma'na aytaveramiz. O'rtalikqa deng apara olaman? 2000 tenge bo'ldi. Beramiz pulini. Papang söylemaymi, eshitmaymi? Ya, eshitmaydi. Sen o'lsinmi? Ya, Sen ating kim? Yernar. Yernar. Meni ismim Azoda. Men O'zbekistonlik blogerman. Mamang bormi? Ya, Жұмыс істейме оқысын? yo'q. U kishida so'lay olmaydi. Quloq eshitmaydi. Papangды mamangga söyley almaydi. Екеуі естіпейді, сөйлемейді. Ya, Сен нешесіңдер отбасында? 9. 9? Ата, апа, 5 бауырың бар сонда, Ya, Қай жерде тұрасыңдар? kvartirada. Квартирада, барлығың жалдамалы пәтерде. Тек папаң жұмыс істейді ме? Ya, Күніге бірге шығасың ба, папамен бірге? sabahdan бос кезде. Мектепке барасыңдар, бәрі. Иә. Үлкенісі ме, ең кішкентай ма? Үлкені. Бауырларың неше жаста, олар кішкентай ма әлі? Екеуі егіз, 8-де екеуі. Егіз ба? Папаң екеуі сөйлей алмайды, сендер түсінесіңдер ме ол кісілерді? Иә, түсінеміз. Қалай сөйлесесіңдер бір-біріңмен? Қолыммен мамам үйреткен. Сен арманың қандай өз? Менің ба? Иә. Мама, папаның дауысын естігім келеді. Бақса ауылдар сияқты мен де сөйлескім келеді. Не сөз айтқан есің келеді папаңнан, мамаңнан? Балам, мен дауысты естігім келеді. Жылама, жаным. Құдай қаласа бәрі болады, әке-шешеңде жақсы болады. Сендер үлкен жігіт болсаңдар, жақсы болсаңдар бәрі болады. Біз қазір жолда Ернармен танысып қалдық. Өте жақсы жігіт екен, 10 жаста екен, батыр жігіт екен. Әкесімен жүр екен. Әкесі такси водитель екен, сөйлемейді. Бұл Ернар шыққан адамдарға түсіндіріп тұрар екен. Осылай, мынанша теңге, мынаншаға барамыз, бармаймыз деп. Тағы қандай арманың бар, Ернар? Айта бер, барлығын. Квартира, өзім үйім дегендей. Құдай сенің. Естіді, Құдай, мына сендердің жаңа үйлеріне кірді. Сенің арманың орындалды. Сендер үйлі болдыңдар. Сіздерге, мына қарекет қорының атынан кезектегі үй сіздерге. Енді бұны барып папамен мамаң қайтамыз, я? Папанан сұраш, қуанышты ма екен? Рахмет деп жатыр. Жылап жатыр ғой сізде. Папаң айтшы, бізді үйге апарсын. Енді айтамыз ба мамаңа?